Жаратылыстану пәні 3 сынып. Тақырыбы дыбыс қалай пайда болады. Оқу мақсатымыз дыбыс қаттылығының дыбыс көзі мен қабылдағыш арасындағы қашықтыққа тәуелділігін түсіндіру. Жауап. Қандай заттар дыбысты шығара алады? Зат дыбысты қалай шығарады? Дыбысты қаттырақ шығару үшін не істеу керек? Дыбыс қалай таралады? Дыбыс көзінен шыққан дыбыс жан жаққа таралады. Дыбыс әртүрлі ортада бірдей жылдамдықпен тарала ма? Суреттерге қарап, не болып жатқанын айтып бер. Қатты дене мен су дыбысты күшейтеді, әрі жылдам таратады. Мысалы, ауаға қарағанда суда дыбыс 5 есе жылдам таралады екен балалар. Балалар, есімізге сақтайық, біз еститін дыбысты көбі шын мәнінде ауаның қозғалысы болып табылады. Дыбысты тербелістегі дене шығарады. Осы тербеліс ауа арқылы басқа денелерге таралады. Көп қабатты үйде жылу батареясын неліктен ұруға болмайды? Кәне ойланып көрейікші балалар. Балалар, мына суретте біз нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, музыкалық аспаптарды көріп тұрмыз. Олар қалай жұмыс істейді? Ненің көмегімен түрлі дыбыстар шығарады? Жоғары, төмен, масалар мен зауза қоңыздардың ұшқан кезде дыбыс шығарады. Бұл дыбыстар олардың қанаттарының қозғалысынан пайда болады. Олардың дыбысы қалай ерекшеленеді? Оның қанат қозғалысының жиілігі қатысты бар ма? Болса, қандай? Егер зат белгілі бір жиілікте қозғалысқа түссе, мұндай қозғалыстар тебіреліс деп аталады. Егер тебіреліс жиі болса, дыбыс жоғары болады балалар. Дыбыс ауада секундына шамамен 330 метр жылдамдықпен тарайды. Ал жарық секундына 300 миллион метр жылдамдықпен тарайды. Бұл орасан зор айырмашылықты найзағай кезінде байқауға болады. Біз найзағайды одан шығатын күркіреген дыбысты естімей тұрып, бірінші көреміз. Жарық пен дыбыстың тағы бір айырмашылығы, жарық вакуум арқылы тарала алады, ал дыбыс вакуум арқылы тарала алмайды. Себебі вакуум дегеніміз бос кеңістік, ол жерде тербелістер берілетін орта жоқ. Балалар, өзімізді дыбыс шығарып бағалайық. Білімім, көңіл күйім, белсенділігім,